Қыз балаларына қатысты осындай қылмыстар жасалған кезде бұл қыз балдардың бірінші кезекте ең жақын адамдары аналары көздерін жұмады. Резонансты істердің аясында не жатыр деп ойлайсыз? Ата-ана жаңағы баласының кіммен дос болатынын, қалай жүретінін, не істейтінін, соның бәрін біліп отырса, көптеген қылмыстарды ашуға болатын еді, болдырмауға да болатын еді. Сауатты ата-ана өзінің жаңағы қасында жүрген баласының сыртта осындай әрекет етіп жатқан оқиғаны естіген кезде таң қалады. Ол қалай болды? Мен бұндай болуы мүмкін емес. Менің балам үйде осындай жақсы бір жағдайда өсті. Мен деген жұмыс істеп жатырмын, таңнан кешке дейін. Сол баланы қамтамасыз ету үшін ақша тауып жатырмын, бүкіл жағдайын жасап отырмын деген. Ол не керек енді сендерге деген біздерге керісінше сұрақ қояды. Мысалы, кәмелетке толмаған жәбірленушіні бөлмеге кіргізіп алып, сол қыз баланы ұрып, соғып, онымен қоймай, оны видеоға түсіріп, сосын сол видеоны әлеуметтік желіге таратып, сондай әрекеттер жасаған істер болатын. Ата-ана жаңағы даладан, сырттан күнәлі адамдарды іздемей, бірінші кезекте өзінен бастау керек. Себебі дүниеге баланы келтірген сол ата-ана, 24/7 бала сол ата-ананың тәрбиесінде болады. Қыз балдар, көбінесе енді жәбірленуші ретінде қыз балдар болады ғой. Сол қыз балдар мен аналарының арасында сенімді қатынастар жоқ. Қыз бала анасымен мысалы сырласып сөйлей алмайды. Өзінің ішкі жаңағы жан айқайын айта алмайды. Бір жерден ұят болады, ауылдың жерде болатын болса, халықтан ұят болады, біліп қояды деп сондай әңгімеден бөтен қорқады, я болмаса ұялады, ұят деген бар ғой енді. Ұялып, сондай істерді ашпауға, жарияламауға тырысады. Жауып жарайды, енді бұл оқиға орын алды, ата-анасына жаңа қайғырып көңіл айтамыз да, бірақ ары қарай бұның түбі неде еді? Негізінен бұл қылмысқа, жаңа баланың өзін өлтіруге не апарғанын зерделемейміз. Қадірлі ағайын, құрметті ханымдар мен мырзалар, заң үстемдігі бағдарламасына қош келдіңіздер. Студиямыздың қонағын таныстырып өтейін. Ешпанова Жанар Баймұратқызы, Астана қалалық кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі ауданаралық соттың судьясы. Жанар ханым, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Бүгінгі күні кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі сот қандай бағыттарда іс қарайды және бүгінгі күні ең өзекті қандай мәселелер деп ойлайсыз? Енді кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі соты 3 бағыттағы істерді қарайды. Бұл азаматтық істер, әкімшілік істер және қылмыстық істер. Азаматтық істерге келетін болсақ, бұл жаңағы неке бұзу туралы, ортақ мүлкін бөлісу туралы, балалардың тұрғылықты жерін анықтау, балаларды асырап алу туралы, ата-аналарды ата-аналық құқығынан айыру, шектеу немесе қалпына келтіру туралы дегендей азаматтық істер қаралады. Әкімшілік істерге келетін болсақ, бірінші кезекте кәмелетке толмаған балалармен қылмыс, құқық бұзушылық жасалатын кезде ата-ананың жауапкершілігі туралы қаралатын істер, және де енді қылмыстық істер жаңағы кәмелетке толмаған балалармен жасалатын қылмыстар бойынша, және де кәмелетке толмаған балалардың жыныстық тиіспеушілігіне қарсы жасалатын істер де қаралуда. Жанар ханым, бүгінгі күні енді кәмелетке толмағандардың істеріне қатысты мән беретін болсақ, өкінішке қарай әлеуметтік желі беттерінде біздің балаларымыздың, осы қоғамның балаларының зорлық, зомбылық әрекеттерге барған бейне материалдарын кездестіріп жүрміз. Бұл енді қоғамды дүрліктіретін оқиғалар, резонансты істердің аясында не жатыр деп ойлайсыз? Енді бастапқысы жаңағы сіз сұрақ қойып отырсыз ғой, балалардың арасында неге осындай зорлық, зомбылық әрекеттер болады, қатыгездік қайдан пайда болады деп. Біздер де әрбір істі қараған кезде осы тақырыпқа баға береміз. Біздер де осы мәселені анализ жасаймыз, талқылаймыз. Және де көптеген біздерде де сұрақтар туындайды. Мысалы, өзіңізге мәлім болатын болар, былтырғы жылы біздің сотпен осындай аса қатыгездікпен жасалған бір қылмыстық істер қаралды. Кәмелетке толмаған қыз балалар, мысалы, кәмелетке толмаған жәбірленушіні бөлмеге кіргізіп алып, сол қыз баланы ұрып, соғып, онымен қоймай, оны видеоға түсіріп, сосын сол видеоны әлеуметтік желіге таратып, сондай әрекеттер жасаған істер болатын. Енді сол видеоларды қарасақ, арасында да кәмелетке толмағандардың арасында осындай бойларында
қатыгездік қасиеттері бар. Біздер де осы мәселеге көп назар аударамыз, және де сол бала мысалы деген қайдан үйренді, қайдан көрді, ол қатыгездікті тектен тек бойына сіңген нәрсе болып тұр ғой. Яғни біздер ойлаймыз, сол бала мысалы өзінің отбасында ата-аналардан көрген нәрсені, әлде жаңағы әлеуметтік желіде, теледидарда неше түрлі бейне роликтер болады, неше түрлі кинолар да болады, сол жаңағы қатыгездікті насихаттайтын көріністер болады, сондайларды көріп, сол көрген нәрсесін жүзеге асырады, менің ойымша. Сол жаңағы қылмыстық іске тоқтайтын болсақ, мысалы қыз бала бола тұрады, өзінің жаңағы енді жынысына қатысты, жасына қатысты керісінше нәзік болу керек, сыпайы болу керек, жұмсақ болу керек. Бірақ мына қыз балада мысалы кәдімгідей жаңағы айтады ғой, бойцовский качество деп, осындай әрекеттер жасайды. Енді бұл жерде жаңағы менің ойымша интернетте жиі шығатын, я болмаса теледидардан жиі көрінетін жаңағы қатыгездіктерді демонстрациялайтын, жариялайтын сондай көріністерге баға беріліп, олар қадағалауға алынса, және де сол балалардың қарайтын контенттерден алып тасталса, қалай болар еді деп ойлаймыз. Жалпы бүгінгі күні қоғамда ең өзекті мәселе, енді балалардың көп бейне материалдары болсын, жаңағы фильмдер болсын, оның бәрі нарыққа шығып қойды. Бұған дейінгі қауым, бұған дейінгі буын оны көріп өсті. Енді қазір мысалы белгілі бір деңгейде ата-ана да мысалы өзі тәрбиеленді. Қазір енді көп ата-ана былай бұрынғыдай көп нәрсені түсінбейтін, мәнісіне бармайтын ата-ана емес қой, негізінен ішкі оқиғаларды білетін, психологиядан хабары бар, баласының жаңа сана сезіммен жұмыс істей алатын деңгейдегі ата-ана, яғни сауатты ата-ана. Бірақ дегенмен де сол сауатты ата-ана өзінің жаңағы қасында жүрген баласының сыртта осындай әрекет етіп жатқан оқиғаны естіген кезде таң қалады. Ол қалай болды? Мен бұндай болуы мүмкін емес. Менің балам үйде осындай жақсы бір жағдайда өсті. Немесе біз оның бар мәселесін қамтамасыз еттік дейді. Сіз өте дұрыс айтасыз. Мысалы біздер деген әкімшілік істерді, осындай қылмыстық істерді қараған кезде міндетті түрде сол баланың ата-анасын жауапқа тартамыз ғой. Сол жауаптаған кезде ата-аналардың көбісі айтады, біздерге өздерінің өкпелерін айтады. Мысалы, мен деген жұмыс істеп жатырмын таңнан кешке дейін, сол баланы қамтамасыз ету үшін ақша тауып жатырмын, бүкіл жағдайын жасап отырмын деген. Не керек енді сендерге деген біздерге керісінше сұрақ қояды. Мен ата-ана болып, мысалы, өз міндеттерімді орындап отырмын дейді. Біздер сондай кезде айтамыз, ата-аналардың бірінші мақсаты, бірінші бір міндеті ол деген жаңағы тек қана баланы материалдық жағдайдан қамтамасыз ету емес, бірінші кезекте мына жерінде, мына жүрегінде, сана сезімінде адамгершілік қасиеттерін тәрбиелеу, бойына сіңіру, сонда ол адам болады. Мысалы сіз деген таңертеңнен кешке дейін жұмыс жасайсыз, жақсы, ол да керек. Мысалы балалардың неше түрлі қажеттілігі бар, ұялы телефоны бар, единницы бар, киімі бар, бала енді өз қатарынан қалғысы келмейді. Бірақ соның бәрін қамтамасыз ете жаңағы тәрбие жағын ұмытатын болсаңыз, бала вот осындай жағдайға ұшырайды дейміз. Сонда ата-аналардың өздері де көбінше түсініп жатады. Мысалы балаларын тастап кетеді үйде, бала қараусыз, қадағалаусыз, ол жаңағы бос уақытын қайда өткізеді, кіммен өткізеді, не істейді, қайда барады, ол беймәлім ата-ана үшін. Сосын деген ата-ана таң қалып біздерге сотқа келеді де, менің балам ба, осындай әрекетке баламды барады деп ойлаған жоқпын деп өзі де таң қалып отырады. Ол мысалы сол бірінші кезекте үйде мысалы тәлім тәрбие беретін ата-ана, екінші кезекте жаңағы мектепте болатын болса, мектеп қабырғасындағы мұғалімдер, жаңағы қоғамдық жердегі адамдар, бәріміз бүкіл орта, бүкіл қоғамның әрбір мүшесі сол баланың тәрбиесіне өз үлесін қосу керек деп ойлаймын. Мәселен, ата-ана жауапкершілікті өзінен ғана емес, өзгеден де іздеуді бастайды. Өйткені кез келген адам өзін жамандап, өзінен кінәні іздегісі келмейді. Сол кезде мынау сана сезім тұрғысынан да өзі кім кінәлі деп сырттағы кінәлілердің қатарын тізе бастайды. Мен оған дұрыс тәрбие бермеппін деп жауапкершілікті іздейтіндер кейде сирек. Мен енді әлеуметтік желіде сол пікірлерді оқыған кезде енді бұл бір жағынан қорқынышты құбылыс, екінші жағынан тек қана мектепке немесе қоғамға ғана итеріп қана отыра аламыз ба? Болмаса бұндай кезде қандай әрекет жасаған кезде кез келген қатыгезді істердің алдын ала аламыз?
Енді бұл жағдайда мысалы менің ойымша ата-ана жаңағы даладан сырттан кінәлі адамдарды іздемей бірінші кезекте өзінен бастау керек. Себебі дүниеге баланы келтірген сол ата-ана. 24/7 бала сол ата-ананың тәрбиесінде болады. Ата-ана бірінші болып сол бала үшін жауапты болады. Біздерде қолданыстағы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексімен сондай ата-аналарға жауапкершілік көзделген болатын. Яғни ата-ана өз баласының тәрбиесіне, оқуына, оның қамтамасыз етуіне міндеттерін дұрыс орындамаса, әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Ал бір жағынан жаңағы ата-аналардың айтуы бір жағынан дұрыс та, оның сөзінің жаны бар. Себебі ата-ана қанша тырысқанмен егерде бір оңды нәтиже болмаса, ол сырттан көмек іздеуі мүмкін. Жаңағы сөздер айтады ғой, мұғалімдер кінәлі, басқа кінәлі деп. Ол көмек ретінде айтылатын болар. Себебі оларға да көмек керек. Олар мысалы ата-аналық қарапайым адамдар, қарапайым халық, оның арнаулы білімі жоқ мысалы. Ал енді мектеп мұғалімдеріне келетін болса, олар жоғары білімді педагог мамандар. Олар жаңағы баланы тәрбиелеу тәсілдерін неше түрлісін біледі. Олар да көмектесу керек. Яғни мен айтқым келетінім, мына жерде жаңағы саудаласпай кім кінәлі деп оны іздемей, жаңағы бәрі бірге үйде ата-ана, мектепте мұғалімдер, далада қоғамдық жерде жүретін болса, аймақтық полиция қызметкерлері, бүкіл қоғам белсенді қатысатын болса, баланы тәрбиелеуге болады, жақсы нәтижеге келуге болады. Соған тырысу керек. Мысалы, ата-ана үйден балаға үйретеді, жақсы бол, темекі тартпа, шекпе, айтқанды тыңда деп. Мұғалімдер мектепте айтады, ол балаға әдепсіз қылықты жасама деп қадағалап, жаңағыдай неше түрлі камералардың бәрін қойып қояды, неше түрлі сынып сағаттарын өткізеді, тәрбие сағаттарын өткізеді. Одан қалса участковый әлсін кездесіп сол балдармен заң тұрғыдан жаңағы түсініктемелер береді. Ал ол бала соның бәрін жаңағы бойына сіңіре үлгермей ол көшеге шығып, жаңағы есік алдында тұрған дүкеннен барып арақ шарап сатып алатын болса, темекі, шылым сатып алатын болса, мысалы деген әдепсіз қылық деген осыдан басталады ғой. Ол үшін ана жаңағы дүкендегі дүкенші де сана сезімі жоғары болып, бұл біреудің баласы ғой, бала деген ол біздің болашағымыз деп сондай көзқараспен қарап, жаңағыдай балаға дұрыс бағыт беріп жіберсе болмайды. Жасын кәмелетке толған жоқ, сыра ішуге болмайды, шылым шегуге болмайды, денсаулығына зиян келеді деп сондай бағыттап жіберсе, сонда ғана бала тәрбиесінде бір оңды нәтиже болады. Сонда жаңағыдай саудаласпайды адамдар, қоғам да саудаласпайды. Себебі жаңағы баланың тәрбиесіне барлығы бірігіп тұрып өз үлестерін қосады. Негізінен енді салауатты, саналы қоғам тәрбиелеуде енді бірінші кезекте ақшаға емес, шын мәнінде салауатты ұрпаққа назар аударуымыз керек. Дегенмен де енді әрине кәсіпке байланысты адамдардың көзқарастары әртүрлі, бірақ бұл мәселе кез келген ата-ана болсын, кез келген қоғамның мүшесі болсын, бүгін бір баладан кемшілік кетсе, ертең бүкіл қоғамға соның әсері, зардабы тиетінін ұмытпау керек шығар. Енді осы ең түрлі мәселелерді қоғамдағы былай қарағанда қиыншылықты, өмірдегі балалардың кемшіліктерін бірден бір көріп кездесіп жүрген қауым, бұл осы кәмелетке толмағандардың істерімен айналысатын судьялар қауымы. Ол ата-ананың жаңағы үйдегі ажырасу процесі бар, баласына жаңағы бөлісу процесі бар. Ол өз алдына сол бала мысалы ұрлық жасап келіп, немесе тағы қарақшылық топқа қосылып, немесе тағы да басқа бір қиын жағдайларға түскен кезде сіздердің алдарыңызға келеді. Енді өзіңіз осыншама жылдар, 20 жылдан астам судьялық қызметте жүрген тәжірибелі судья ретінде ерекше көңіліңізге тиіп, жүрегіңізде қалып қойған оқиғаны айтып бере аласыз ба? Ондай оқиғалар енді көп болады ғой. Әр күн сайын біздер қылмыстық істер қарап жатамыз, әкімшілік істер қарап жатамыз. Сондықтан ондай мәселені көп айтуға болады. Бірақ мен қазір айтайын дегенім, жаңағы істерді қарау барысында өзім байқағаным, мысалы ата-ана өзімен бірге тұратын үйдегі баласын білмейді. Ата-ана мен баланың арасында сенім жоқ. Ата-ана жаңағы баласының кіммен дос болатынын, қалай жүретінін, не істейтінін, соның бәрін біліп отырса, көптеген қылмыстарды ашуға болатын еді, болдырмауға да болатын еді. Мысалы, мен өзім практикамда бір іс болды. Кәмелетке толмаған жасөспірім бала бірнеше мәрте қылмыс жасаған, ұрлық жасаған. Ал сол бала мысалы деген жаңағы ұрланған коробка нәрселерді, заттарды, аяқ киімдерді мысалы дүкендерден ұрлайтын болса, үйіне әкеліп қояды.
ол мына ата-ана сонда деген бір сұрақ туындамай ма баладан, мынау не нәрсе күн сайын келіп жатқан, қайдан келіп жатыр, қайдан алып жатсың, неге келеді, сен мысалы оқушы баласын, кім бұл нәрсені беріп жатыр. Сондай сұрақтарды ата-ана өз баласына қоятын болса, баяғыда білетін еді баласы немен аласып отқан. Бір өтірік айтады, екі өтірік айтады, үшінші рет оның өтірігі шығады ғой бәрібір түбі. Мысалы деймін, я болмаса жаңағыдай бала түнгі уақытта үйде болмайды, үйден тұрғын жайдан тыс жерде жүреді. Сонда ата-ана мысалы түнгі уақытта баласын көшеге шығарып жіберіп, қорықпай ма, алаңдамай ма, сұрамай ма, қайда барасың, не істейсің? Түнгі уақытта мысалы деген неше түрлі жаңағы жағымсыз элементтер көшеге шығады, белсенділік танытады, ішетін шегетін кісілер болады. Сені ұрып тастаса, теуіп тастаса, телефоныңды алып тастаса, тіпті даже өміріңе де зиян келтіретін болса, мысалы, қорықпай ма ата-ана? Жоқ, мен өзімнің мысалы деген істерім бойынша ондай ата-аналар жаңағы біздер үйде болдық дейді. Бала қайда? Бала сыртта болды, түнгі уақытта, таңғы сағат 4-те келді, 5-те келді деп кәдімгідей дым болмағандай айтады. Кәдімгі қалыптасқан нәрсе сияқты айтады. Ал сондайды болдырмауға болады ғой. Мысалы түнгі уақытта, жақсы ол күндізгі уақытта ата-ана жұмыста болатын болсын, бірақ түнгі уақытта қадағалауға болады ғой баласын. Болады. Сонда көптеген қылмыстардың алдын алуға болатын еді. Ол бала мысалы түнгі уақытта көшеге шығады, қатарластарына еріп жүреді, неше түрлі жаңағы жатқылықтар жасайды, ұрлыққа барады. Содан сосын сотталып, сіздерге сотқа келіп отырады. Сосын жаңағы енді соңғы кездері қоғамда өте жиі орын алатын кәмелетке толмағандардың жыныстық тиіспеушілігіне қарсы жасалатын қылмыстар бар. Енді ол кезде мысалы жаңағы қыз балдар, көбінесе енді жәбірленуші ретінде қыз балдар болады ғой. Сол қыз балдар мен аналардың арасында сенімді қатынастар жоқ. Қыз бала анасымен мысалы сырласып сөйлей алмайды. Өзінің ішкі жаңағы жан айқайын айта алмайды. Мысалы көп істер бойынша осындай қылмыстарды жасаған кім десеңіздер, субъектілері өздерінің я өгей әкелері, я туған әкелері болып шығады. Ал соны ана неге білмейді, неге көрмейді? Ол былай сырт көзбен қарағанда да, егер де шынымен ана қыз баламен жақсы қарым-қатынаста болса, бәрібір айқындауға болатын еді ғой. Мәселен, сіз дәл сондай істер қарадыңыз ба? Мәселен, иә, сондай істер болды менің практикамда. Мысалы, бір отбасы дейік, жаңағы қыз бала, кәмелетке толмаған бала өзінің өгей әкесінен жүкті болып қалған. Ол жүкті болғаны өзара жаңағы кәдімгідей жаңағы сырт көзге уже байқалады, іші шығып мысалы. Соны анасы көрмей ме, әлде көргісі келмей ме? Мен соны түсінбедім. Себебі анасы жаңағы қыз баланың жүкті болып жүргені, құрсағында бала бар екені, тек қана мына ауылға медициналық фургондар келеді ғой, медкомиссиядан өткізеді. Сондай мамандар келіп, жаңағы қыз баланы қараған кезде, сонда ғана сол докторлардың айтуымен көріп біліп отыр мысалы. Ал егерде жақсы қарым-қатынас болса, ол жаңағы өгей әкесі осындай жыныстық қатынасқа қызмен түскен, ол неге қыз айтпасқа? Айтады. Сырласып сөйлейтін болса, әңгімеге тартатын болса, сосын жаңағы биологиялық процестер болады мысалы қыз баланың бойында. Соның проблемаларын кімге айтады? Қыз бала ешкімге айтпайды, түңіліп өзімен өзі жүре береді соңына дейін. Соны анасы байқап, қарап, жаңағыдай сырт көзге байқалады ғой енді бұндай нәрсе. Сондай мән беретін болса, ондай да болмас еді бәлкім. Сондықтан да біздер ата-аналарға көбінесе айтарымыз, өз балаларыңызға мұқият болыңыздар. Тек ана көшеден, даладан кінәлі кісілерді іздей бермей, өзіңіз дұрыстап қараңыз, көңіл бөліңіз, назар аударыңыз балаларыңызға деп. Бүгінгі күні енді әлеуметтік желі бетінде, бақ құралдарында өте жиі жазылуда. Кей кездерде бұндай қылмыстар анықталып ашылмайды. Себебі бұл жерде 18-ге толмаған баланың былай айтқан тергеу кезіндегі берген материалдарында немесе тағы бір дәйектердің жетіспеушілігінен немесе былай қарағанда көп жағдайда ұят болады, бұны сыртқа жарияламайық, жасырын болсын дейтін бір жабық көзқарас, қоғамның жаңағы сын пікірінен қорқатын, ары қарай ертең тағдырың әсер етеді деп өздерінің жауып қоятын жабулы қазан күйіндегі процестер өкінішке қарай бұндай қылмыстардың өршуіне, көбеюіне әкелуде. Енді жасырын емес қой, бүгінгі күні мен мысалы өзімізде мынау қылмыстық іс жүргізудің процестік құжат үлгілері атты мынау қылмыстық істердің жинағы макет жасадық. Сол кезде мынау кәмелетке толмағандарға қатысты
қылмыстық істің тергеу материалдарының негізінде макетін жасап шықтым. Менің таң қалғаным, бұл оқиға орын алған, жаңа кәмелетке толмаған жасөспірім жылдар өтіп 18-ден кейін бір есейген шағында бір бағдарлама жүріп жатады, сол жерге телефонмен хабарласып оқиғаны баяндап берген. Солай ғана ашылған бұл қылмыс. Сондай сияқты қоғамда бұл тақырыпта ашылмай жатқан қылмыс өте көп сияқты. Себебі жалпы бұл мәселеде өзіңіз судья ретінде бұның барлығының артында не тұр деп ойлайсыз? Бұған адам бұны енді жыртқыштық, былай қарағанда қатыгездік әрекетке не үшін барады? Сіз жаңа дұрыс айтып отырсыз, өте көп жағдайларда қыз балаларына қатысты осындай қылмыстар жасалған кезде бұл қыз балдардың бірінші кезекте ең жақын адамдары аналары көздерін жұмады. Көбінесе жаңағы көршіден ұят болады, ауылдық жерде болатын болса халықтан ұят болады, біліп қояды деп сондай әңгімеден бөтен қорқады, я болмаса ұялады, ұят деген бар ғой енді, ұялып сондай істерді ашпауға, жарияламауға тырысады. Жаңағы бірінші кезекте ана болғандықтан ата-ана өзінің баласының психологиялық жағдайын ойлау керек қой. Мысалы, ең жақын адам өзінің анасы баланы осылай былай қарағанда енді қолдау көрсетпесе, кім қолдау көрсетеді? Ол бала сосын өзіне қатысты осындай немқұрайлы қарым-қатынасты көргеннен кейін басқадан не күтеді? Ол да жүрегінде осылай қатыгездік ұялайды. Ол да жаңағы өзіне қатысты ең жақын адамдар солай салғырт қарағаннан кімге керекпін деп өмірінде, болашақ өмірінде тап осыны өмір бойы өткізіп кетеді. Мысалы, ол қазір деген анасы мән бермеді, өгей әкесі андай әрекет жасап отыр, ертең тұрмысқа шыққанда жолдасы мысалы зорлық зомбылық әрекеттер жасайтын болса, оған да ұят болады. Ай, мен кімге керекпін, маған бәрібір ешкім көмектеспейді ғой, жаны ашымайды ғой деп сол әңгімемен сосын түқа терісі жаңағыдай үлкен бір қатыгез қылмыс қайнауы мүмкін. Мысалы, қазір әйел адамдардың, қыз балдардың арасында қаншама көп сондай тұрмыстық зорлық зомбылық әрекеттер жасалып жатыр. Сондайға да жаңағы шыдаммен қарап әйел адам құрсыншы, ертеңші қояр деп, сол жаңағы отбасынан басталатын қарым-қатынас, өзіне деген сезім, жаңағы сенім сол отбасынан басталады. Сондықтан былай қарағанда ауадан ештеңе алынбайды дейсіз ғой. Мен дәл жаңа сіздің кейсіңізді ары қарай талдап көргім келіп отыр. Себебі бұл енді бір жағынан басқа да ата-аналарға ой салу құралы ретінде, екіншіден бұл қылмысты енді сіз енді заңгер ретінде қылмыстық құрамы бұның қалай аяқталды? Бұл жерде қандай үкім шықты? Өгей әкенің дәл осы жерде әрекетіне қандай баға бересіз? Қылмыстық жауапкершілікке тартылды өгей әкесі. Содан жаңа қыз баланың тағдырына келетін болсақ, жүктілігі үзілді. Енді мұғалімдер, дәрігерлер, мамандар операция жасап, жаңағы абортирование дейді ғой, алып тастайды нәрестені. Содан бұл қыз баланы анасы түптілікті сол ауылдан алып кетіп, жаңағы қалалық жердегі бір мектеп-интернаттардың біреуіне орналастырды. Сонымен сосын жаңағы әйтеуір сол болған тұрған ортадан қыз бала басқа жаққа кетіп қалып, әйтеуір жақсы болар деп, болашағы дұрысталар деген үмітпен біздер сөйтіп, ол да дұрыс болар деп ойлаймыз. Қылмыскер өгей әкесі жауапқа тартылды. Сол сот процесі кезінде өзінің шын мәнінде кінәлі екенін мойындады ма? Иә, мойындады. Расында да мойындады кінәсін. Ол деген жаңағы айтуы бойынша жаңағы қыз баламен үнемі үйде қалады екен. Жаңағы жолдасы бір мекемеде жұмыс жасайды екен. Жолдасы жұмысқа кетіп қалған кезде өгей әкесі мысалы жұмыссыз үйде, ауылдық жерде. Сосын қыз бала да үнемі үйде. Енді үйде болғасын кәдімгідей қарапайым тіршілік қой, теледидар қарайды, жүреді, жаңағыдай жатады дегендей. Сосын сол жаңағы теледидар қарап жатып бір кинолар, көріністер болған болар. Сондайдан бір қарым-қатынастары бастапқы кезде кішкене жатады, бірге телевизор қарап, сосын одан әрі қылықтарын істеп, жаңағыдай содан әйтеуір басталып кеткен әңгіме, басталып кеткен нәрсе. Енді дәл осы жерде кез келген енді отбасында бірінші кезекте балаға жауапты ана деген ұғым пайда болады. Бұл жерде ана егерде өзінің қыз баласын болсын, ер баласы болсын, оның жаңағы дене мүшесін түгел қарап, қадағалап, балаларының психологиялық өзгерістерін, күйзелісін байқамаса, онда ол баланың ертең жаңағы қиын жағдайға түскен кезде
шарасыздықтың әлі алда тұратынында негізінен енді қазір байқасаңыз, өкінішке қарай бүгінгі күні біздің еліміз мынау жасөспірімдердің арасындағы суицид бойынша алдыңғы қатарда тұрған елдердің бірі. Бұл өте өкінішті, былай айтқанда сан, өте өкінішті құбылыс пен қауіпті бір жағдай. Бірақ сол оқиғалардың біз кез келген суицид оқиғасы орын алғаннан кейін бұны суицид жасады, өзін өзі өлтірді деп баға бергеннен кейін негізгі тамырына үңілмейміз. Жауып жарайды, енді болды, оқиға орын алды, ата-анасына жаңа қайғырып көңіл айтамыз да, бірақ ары қарай бұның түбі неде еді? Негізінен бұл қылмысқа, жаңа баланың өзін өлтіруге не апарғанын зерделемейміз. Бұл осындай жағдайлардың орын алуы одан сайын алып баратын сияқты көрінеді маған. Дәл сіз енді өздеріңіз бір жағынан судья ғана емес, сіздер психологсыздар ғой, баланың алдына келген кезде қылмыспен тамаша образын бір кісідей жақсы білесіздер. Дәл осындай оқиғаларға себеп болатын не деп ойлайсыз? Тәрбиеден басқа? Тәрбиеден басқа, енді өкінішке орай арасында да жасөспірімдердің арасында қазір өз-өзіне қол соғушылық жиі кездеседі. Енді психологияға қарайтын болсақ, жаңағы психологтар неше түрлі жұмыстанып, сол бірінші кезекте олар айтады, жас ұрпақтар қазіргі кезде мысалы деген қандай да болса алдында проблема туындайтын болса, сол проблемаға мен шарасызбын деп өз-өзіне сенімсіздікпен қарайды. Мен оны жасай алмаймын, менің қолымнан келмейді, сондықтан мен өмір сүруім қате деп бағалайды мысалы деген. Мысалы біздерде қазір білім саласында да ЕНТ-лар бар да, экзамендер бар ғой да. Сондай уақытта жаңағы экзамен тапсырған кезде әр ата-ана балаға оқуыңды оқы, жақсы бол, жаңағы ЕНТ-ні жоғары балмен тапсыратын болсаң, оқу аласың, жоғарыға оқу орнына түсесің, адам боласың дейді. Сондай бағытпен келген бала жаңағы ЕНТ-ға барып экзаменде тиісті балл алмаса, жинамаса, оның жаңағы бүкіл әңгімелері жаңағы болды, бітті. Мен мына жоғары балл алмадым, енді мен адам болмаймын, енді менен ешқандай үміт күтуге болмайды деп өз-өзіне қол соғушылық жасауға барады. Мысалы деген осындай жағдайларда бірінші кезекте ата-аналар қолдау керек балаларын. Олар ЕНТ нәтижесі ма, болашақ институтқа түсе алай ма, түсе алмай ма бала, оны емес, бірінші кезекте баланың психологиялық, эмоционалдық жағдайын уайымдап ескерту керек, әңгімелесу керек. Мысалы деген жаңағы керісінше жаңағы теріс үйретпей, экзамен болады, ол нәрсе қалыпты нәрсе, енді тапсырсаң да, тапсырмасаң да біздер сені қолдаймыз, жақсы боласың, уайымдама деп, басқа бір жаңағы грантпен оқуға түсе алмасаң, басқа институтқа тапсырарсыз, көмектесеміз деп, сондай дұрыс бағытта әңгіме жүргізетін болса, мысалы көптеген осындай суицид оқиғаларды алдын алуға болады ғой. Жалпы суицидтердің барлығы менің ойымша жаңағы баланың ішкі дүниесіндегі проблемалары, шешілмеген проблемалар, тарқамай тұрған проблемалар. Сол проблемаларды шешу үшін мен үнемі айтам ғой, ата-ана бірінші кезекте өз баласын білу керек. Баласының ішкі дүниесін, не болып жатыр, қандай уайым бар, қандай күйзеліске түсіп жатыр бала, соның бәрін шешетін болса, оны білетін болса, любой жағы керек. Бұл енді жаңа жасөспірімдердің шын мәнінде өзін өзі танымауынан болған дүние. Бірақ қазіргі таңдағы жасөспірімдердің көбі, енді олар өте сауатты, ғаламторда отырады да, көп мәселелерді бізден артық жақсы біледі, неше түрлі материал қарап алған деген сияқты. Кейде оларға бір нәрсе айтып жатсаң, өзіңе қарсы пікір айтқан кезде, енді өз балаларымнан көріп отырамын, оған жауапты таба алмай қаласың. Енді өте сондай бір ақылды қауым. Бірақ енді бүгінгі күні басқа да қоғамда орын алып жатқан оқиғалардың алдын алуда меніңше қазір бүгінгі күні профилактикалық шаралар жүруде. Мәселен, Астана қаласында сағат кешкі 10-нан кейін баланы сауық сайран орындарынан, кафеден кездестіретін болса, ата-анасы жүрген жерінен меніңше, онда ол баланы полиция алып кетуге, шара қолдануға құқығы бар. Дәл осындай істер қазір сіздердің алдарыңызға келуде ме? Жалпы бұндай істер сіздер қарап жүрсіздер ме? Сол бойынша білейін деп едім. Сол біздің соттың практикасында көбінесе қаралатын әкімшілік істердің көбісі сол как раз жаңағы сіз айтқан түнгі уақытта ата-анасын еріп жүрусіз жүрген балдарға қатысты істер. Ол жағдайда баланың өзі емес, баланың ата-анасы жауапкершілікке тартылады. Себебі тұрғын жайдан тыс жерде бала түнгі уақытта жүретін болса, және де сол балаға қарсы қылмыс, құқық бұзушылық жасалатын болса, бірінші кезекте ата-ана жауапты.
баланың қауіпсіздігін ата-ана қамтамасыз ету керек. Жаңағы сіз айтып отырған ойын-сауық орындар деп тұрсыз ғой. Ойын-сауық орындарда мысалы кәмелетке толмаған бала баратын болса, оның қасында ата-анасы еріп жүру керек. Мысалы, көптеген жаңағы клубтар бар, компьютерлік клубтар бар. Айтулары бойынша жаңағы балдар көп айтады. Мысалы, ана компьютерлік клубқа түнде бардық, ата-анасын еріп жүруі сөз. Кейбір кезде біреулер жаңағы атанысын танымайтын кісілер бір дәрілері берді дейді. Я болмаса бір жаңағы компьютер ретінде бір қоспалары бар бір нәрселер берді дейді. Сондайды болдырмау керек. Я болмаса жаңағы ойын-сауық орынның өзіне барған кезде анда қандай кісілер отырады? Кафеде мысалы түнгі уақытта ішетін кісілер отырады, шегетін кісілер отырады. Бала үнемі сондай нәрселерді көретін болса, оның мына сана сезіміне сіңіп кетеді. Яғни арақ, шарап, темекі, шылым деген ол күнделікті қарапайым нәрсе, болатын нәрсе деп ойлайды бала. Сондықтан сондай нәрселерді болдырмау керек. Ол бала үшін алкоголь деген жаңағы темекі, шарап, сыра деген тыйым салынған нәрсе ретінде қабылдау керек бала. Себебі бірінші кезекте ол баланың бүкіл болашақ тәрбиесіне байланысты, сосын баланың денсаулығына байланысты, болашақ өміріне байланысты нәрсе. Мысалы, жаңағы көптеген ата-аналар ішетін кісілер болатын болса, алкоголизммен зардап шегетін болса, нашарқорлықпен айналысатын болатын болса, сондай кісілердің балалары көбінесе жаңағы үйде көріп жатқан нәрсені қалыпты нәрсе деп қабылдап, өздері де сондай бағытқа түсіп кетеді. Содан сосын екінші, үшінші ұрпақта маскүнемдікпен зардап шегетін ұрпақ болып өседі, нашақорлықпен айналысатын ұрпақ болып өседі. Сондықтан да жаңағы ойын-сауық орындарда темекі, шарап жейтін кальянный деген бар қазірде. Сондай жерлерде кәмелетке толмағанның қасында ата-анасы еріп жүріп, ақ қарасын түсіндіріп айту керек, үйрету керек. Нені болады жасауға, нені болмайды жасауға. Сол бірінші бағытта. Енді түнгі уақытта бала ата-анасын еріп жүретін болса, мысалы жаңағыдай бір топ болып қосылады, енді бұзақылық жасайды. Я болмаса сол балаға қатысты қарсы біреу бұзақылық жасайды. Тағы да мына баланың өміріне, денсаулығына қауіп төнеді. Сондықтан да заңмен тыйым салынған түнгі уақытта, яғни сағат 10-нан таңғы сағат 6-ға дейін баланың қасында міндетті түрі ата-анасы еріп жүру керек. Тұрғын жайдан тыс жерде болады. Немесе үйінде отыру керек. Немесе үйінде отыру керек. Енді бала ата-ананың да бір жағынан қоғамның да айнасы. Нені көреді, нені қабылдайды, тура соны қайталайды. Енді өкініштісі, кей кезде дәл ата-ана өзін тәрбиелеуді, өзін дұрыстауды бірінші кезекке қоймайды. Бірінші кезекте балаға ақыл айтып үйретіп жіберсем деп ойлайды да, енді ақыл айтсам түзеліп кетеді деп. Өзі дұрыс ата-ана болса, баласы да алысқа бармайды енді. Негізінен сондай бір ой түйеміз ғой, әрине. Мен енді сіздің мынау судья ретінде енді бай тәжірибеңіздің аясында дәл қазір басқаларға да сабақ болатындай бір оқиғалардың орын алғанын енді шамалап отырмыз. Шамасын біраз істерді қарап білесіз. Ең мынау жүрегіңізге тиіп, әсер етіп, көңіліңізде қалған бұл дәл осындай қылмыс енді қайталанбаса дейтін қандай қылмыс туралы айтып бере аласыз? Өзімнің тәжірибемде бірнеше осындай ауыр қылмыстық істер қаралды. Бұл қылмыстық істер бойынша сотталушылар ретінде кәмелетке толмаған балалар болды. Енді істің мәніне келетін болсақ, жаңағы мектеп қабырғасында мысалы екі оқушы бір-бірімен иық қағысып кетеді. Болмаса бір абайсыздан бір дөрекі сөз сөйлесе, естісе де, сондай жағдайда бір араларында оқыс оқиға болады да, сосын бір бала, сотталушы бала, мысалы жәбірленуші баланы шақырады, сөйлесейік деп. Енді жаңағы жастардың сленгімен айтқанда стрелка дейді ғой, кездесуге шақырады. Сол жаңағы мектеп оқушысы екінші баланы осындай кездесуге шақырады, алаңға, ашық алаңға, жаңағы кісілер көрмейтін, жүрмейтін жерге. Содан қасына бірнеше екі баланың екеуіне де жағынан бірнеше балдар болады. Енді топ болып төбелесуге келеді ғой енді. Екі топ болып жаңағыдай келеді. Сосын балдардың бойында жаңағы жалған намыс деген ұғым бар ғой, жалған намыс деген. Сол көбінесе кәмелетке толмағандар соны түсінбейді. Жаңағы жәбірленуші бала ол жерде өзінің жемірлігін көрсетіп, ана екінші балаға өзінің билігін жүргізгісі келді, авторитетін бе, жаңағы иық қағып кеткен бала ма сонда? Намысына тиетін сөздер айтып деп. Ал енді
екінші бала ол білет, ана бала үлкен, өзінен 1-2 жас үлкен, сол мектепте оқыса да, сосын бойы да үлкендеу, өзі кішкентай, сол жаңағы кездесуге барған кезде мысалы деген жеңіліп қалатын білет, сондықтан үйден шығар кезде екі қалтасына 2 пышақ салып алады. Сол пышақ салып алады да, жаңағы кездесуге барады, әлсіздігін көріп отыр. Ана бала енді үстіне мініп алған, екеуі төбелесіп жатыр ғой, үстіне мініп алған. Сосын жаңағы жайлап қалтасынан бір амалын шығарып, пышағын шығарып, баланың денесіне, өкпе тұсына бір 2-3 мәрте пышақ салып алады. Сосын сол бала, екінші бала жаңағы жәбірленуші бала, өзінен үлкен бала ғой енді, ол денсаулығына ауыр зиян келеді, сол жерде құлап жатып қалады, қаңсырап. Мына бала енді өзімен өзі, қалған балалар, мысалы топ болып барған балалар, куәгерлер, олар қорыққаннан қашып кетеді, бәрі қашып кетеді. Мына жәбірленуші бала жатыр, пышақ салынған қаңсырап, сосын сотталушы бала тұр. Ол кішкене тұрады, өзі сосын қорқып кетеді, бірақ сол жерде бір айта кететінім, қорқса да қандай тездетіп ұялы телефонын алып алып, жедел жәрдем көмегін шақырып, жаңағы көшеде өтіп баратқан машиналарға жүгіріп, көмек сұрап, шақырып алып, мен осындай жасап едім, тез көмек керек болып тұр деп, содан такси машиналар келіп, жүргізушілер көмектесіп, мына баланы дереу емханаға жеткізеді. Сол жаңағы сотталған бала өзі жәрдем көрсетіп, көмектесіп, емхана дейін баланың жеткеніне көзін жеткізіп, содан кейін барып, жаңағы ата-анасына телефон шалып, вот осындай оқиға болды, мен деген осындай ауыр қылмыс жасадым деп дұрысын айтады. Мысалы деген. Ал енді баланың екеуі де жастары кәмелетке толмаған. Біреуі енді инвалид болып кетті өмір бойы деп айтуға болады. Екінші бала сотталды, қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Сол істі қараған кезде мен мысалы өзім мына бала түсінікті, екінші балада енді жаңағыдай жалған, намыс, ар деген сөздер бар. Қасындағы тұрған достары куә ретінде жауаптадық қой, солардан сұраймын ғой. Сіз мысалы доссыз, сіз сол оқиғаны көріп тұрсыз, дос ретінде неге сіз айтпадыңыз мысалы мына балаға? Болмайды, тиіспе, әңгімемен әрбір конфликтті шешуге болады. Қандай ренжіш сезім болса, қандай бір қатты сөз айтса да әңгімелесіп бір шындыққа келуге болады. Татуласуға да болады, сол жерде қол ұстасып дос болып кетуге де болады. Расында да сендер мысалы бір топ 10 кісі, 10 бала тұрсыңдар, неге сондай әрекеттер жасамадыңыздар деп. Олар үндей алмайды, айта алмайды ештеңе. Олар жаңағы керісінше жаңағы видеоларын шығарып, соны жеңіл желпі түсіріп, жаңағыдай күлімсіреп, сөйтіп тұрып, ақыр соңында қашып кетеді. Вот сондай жерлерде біздер үнемі айтамыз, қазақта сөз бар ғой, сенің досың кім? Досыңа бірінші кезекте мән беру керек, қасындағы кісің кім? Мысалы, досың дұрыс болса, адал болса, сондай жағдайларда қателік жасауға жол бермейді, және де қандай да болса бір оқыс ауыр оқиға болса, дос ретінде сені тастамайды, көмектеседі дейді. Осындай істерді, мысалы, болып жататын істерді біздер жиі балдармен қылмыстық істер қараған кезде айтып үлгі етеміз. Мектептерге барғанда да жасөспірімдермен кездескенде де соның бәрін түсіндіре білеміз. Мысалы, сіздің көзіңізше осындай конфликті болды ма? Ондай конфликттер қазір әрбір мектепте орын ала береді. Сіздің әрекетіңіз қандай болу керек? Дұрыс мәнінде не істеу керексіз? Соны біліңіз, түсініңіз, ұғып алыңыз. Ертең болашақта сондай жағдайға өзіңіз куәгер болатын болсаңыз, дұрыс әрекет жасаңыз деп. Сондай бағыт береміз. Енді жаңағы түнгі бағытқа қатысты, мысалы, көп ата-ана айтады, ой, баланы подъезде тұр, есік алдында не болады дейсіз? Қарап отыр қой, үйдің іші ғой әйтеуір деп. Сонда мен практикамда болған тоже бір оқиға, кәдімгі көп қабатты үйде бала тұрады ата-анасымен, сол көп қабатты үйінің пәтерінен бала шығады, лестничный пролетка дейді ғой, сол жерге тұрып, телефонмен бір құрбысымен әңгіме соғып тұрады. Сонда төменгі этаждан, төмен қабаттан жоғары көтеріліп жатқан бір 2-3 мас адам өтіп баратады да, ешқандай себепсіз ана баланың кеудесіне пышақ тығып кетеді. Болды. Ол бала жаңағыдай құлайды, сол жерде не істеп жатыр, не болып жатыр, ешкім білмейді. Ата-анасы өзімен өзі үйде отырады, мысалы, баланың осындай оқиға ұшырағанын олар білмейді ғой, үйде отырып алып. Сосын сол бала жайлап қана жылжып, кәдімгі жермен әйтеуір есікке дейін жылжып келіп, есікті қағуға әлі жетті.
содан жаңағы ата анасы шығып тиісті іс-әрекеттер жасап, жаңағы жедел жәрдемді шақыртып, сондай өз балаларын әйтеуір құтқарып алған. Сондайда біздер айтамыз, ата-аналар, мына заң түнгі уақытта баланы қадағалау деген ол тектен-тек бос шыққан заң емес. Бос орыннан сіздерге бір тыйым салу үшін, сіздердің құқықтарыңызды, мүдделеріңізді шектеу үшін жасалған нәрсе емес. Бірінші кезекте сендердің балаларыңызды қорғау мақсатында жасалған нәрсе, өмірлерін, денсаулықтарын қорғау. Мысалы, түнгі уақытта кім жүрмейді көшеде, далада? Қандай кісі тап болатынын білмейсіз ғой сіз. Жақсы кісі болатын болса, адал кісі болатын болса жақсы. Қаншама жағымсыз элементтер жүреді. Вот соны ойлауыңыз керек деп, сосын барып ата-аналар ашуларын басып, иә, дұрыс екен ғой деп, жаңағы оқиғаны естіген, иә, ондай да болуы мүмкін екен ғой деп, сосын сабыр сақтап, әйтеуір өз жаңа несіне қалпына келеді. Түсіне бастайды, себебі арасында да өзінің баласын қорғау үшін баланы қадағалауы керек. Өте мағыналы сұхбат болды деп санаймын. Жанар ханым, енді мен бүгінгі бір бағдарламада осы айтатын негізгі үлкен мәселелерін түгел толық жеткіздік, толық талдадық деп ойламаймын. Сол себепті сізді алдағы бағдарламалардың біріне қонаққа шақырамын. Меніңше сіздің осындай бай тәжірибеңізбен әлі де бөлісетін, айтатын, осы үйрететін өте бір тәрбиелі, мағыналы жұмыстар көп болатынына сенімдімін. Олай болатын болса, біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесіде көріскенше аман болыңыздар.